Қайырлы күн баршаларыңызға. Менің есімім Фируза. Мен мемлекеттік қызметтер бойынша эксперт боламын. Сіздердің мемлекеттік қызметтер бойынша көмекшілеріңізбін. Біз бүгін 400 МРП, яғни 2023 жылғы есеппен есептегенде 1.380.000 теңге қайтарымсыз грант жайлы айтатын боламыз. Яғни сіздер бұл видеодан толықтай көре аласыздар. Бұл грантқа кімдер қатыса алады, қандай құжаттар талап етіледі, және кімдер нақты бұл грантты ала алу мүмкіндіктері бар жайлы толық ақпараттар біле аласыздар. Және видеоны соңына дейін көріңіздер. Видеоның соңында сіздерге арнайы сыйлығым бар. 2023 жылы бұл грантқа байланысты біраз өзгерістер енген болатын. Алғашқы лекке қатысқан немесе қатысып үлгермей қалған бұл ақпаратты естіген жандар болса, ол өзгерісті біледі. Бірақ мен сонда да сіздерге жаңадан қатысқысы келіп жүрген, ақпарат жаңадан жинап жүрген жандарға айта кетейін деп шештім. Жаңа өзгеріс: бұл грантқа жұмыссыз жастар мүлде қатыса алмайды. Яғни бұл грантқа қатысушылар санатынан жұмыссыз жастарды мүлде алынып тасталынды. Ал жұмыссыз жастар уайымдамасаңыздар болады. Сіздерге мемлекеттен басқа да мүмкіндік түрлері бар. 2 және 5 миллион теңгелік қайтарымсыз гранттар және 2,5% несиелер. Бұл бойынша толық ақпаратты білгілеріңіз келсе, менің YouTube каналыма өтіп, арнайы видео шығарып қойғам, сол жақтан көре аласыздар. Нақты бұл қайтарымсыз грантқа кімдер қатыса алады немесе кімдер ала алады деген сұраққа жауап бере кетсем, қараңыздар. Бұл жерде бізде 4-5 санат бар. Сол санатты мен кішігірім түсіндіріп өтемін. Сол бойынша қағаз дәптер алып, өзіңізге керегін жазып алсаңыз болады. Алғашқысы бізде көп балалы отбасылар. Бұл көп балалы отбасының бізде Қазақстанда өте көп мәселесі көп, яғни ата-аналар мүлде жұмыс жасамайды, бірақ балалары көп, 6-7-ден асқан балалар бар, квартирада тұрады деген сияқты. Сол кісілерге өте керемет мүмкіндік. Сіз ешқандай алғашқы салымсыз бұл қайтарымсыз грантты алу мүмкіндігіңіз бар. СПО алатын отбасылар бар, жағдайы төмен кісілер бар, мысалы, соларға барлық осындай Қазақстанның осындай семьяларына, отбасыларына, яғни арнап қойған мүмкіндіктер болады. Мүгедек бала асыраушы отбасылар. Яғни қазір бізде мүгедек балалар көп дүниеге келіп жатыр. Соған орай отбасылар ол баланың еміне немесе де дәрі-дәрмегіне ақша таба алмай жүрген отбасылар бар. Соларға арнайлап мүмкіндіктер жасап қойған. Пайдаланыңыздар дегім келеді. Ал келесі бізде мүгедектігі бар азамат-азаматшалар. Бұл дегеніміз мүгедектігі бар болса болды, бұл грантқа қатыса алады деген сөз емес. Яғни ол кісілер жұмысқа жарамды болу керек. Келесі бізде қандастар. Қандастар дегеніміз не? Яғни қандастар дегеніміз кімдер, кешіріңіздер. Қандастар дегеніміз кімдер деген сұрақ бізде көп туындайды. Қандастар дегеніміз өзге елден Қазақстанға қайта өз еліне көшіп келген азамат-азаматшаларды біз қандастар дейміз. Сол кісілерге қатысу мүмкіндіктері бар. Аса мән беретін жайттың бірі, бұл грантқа қатысушылар міндетті түрде жұмыссыз болуы шарт. Бұл талап өзгерген жоқ. Бұған мән берсеңіздер, аса мән берсеңіздер дегім келеді. Қатысушылардан талап етілетін құжаттар: ең алдымен сіздерде бизнес жоба. Ол бизнес жобаларыңыз міндетті түрде инновационный жоба болу керек. Және келесі бізде мүгедек бала асыраушылар және мүгедектігі бар азамат-азаматшалар болса, сіздерден міндетті түрде талап етіледі мүгедектігіңізді растайтын құжат. Және келесі бізде жұмыссыз болу керек деп айттық. Сол бойынша сіздер міндетті түрде жұмыссыз ретінде болып арнайы тіркеліп тұруларыңыз керек. Жұмыссыз адам ретінде тіркеліп қоюларыңыз керек. Оған да мән беріңіздер. Инновационный бизнес жоба дегеніміз не? Бұл тақырыпты көп адам түсіне бермейді, көп кісілер онша түсінбейді жатады. Бұл тақырып бойынша, яғни ол не деген сияқты, қандай кәсіп түрлері жатады, бұл жайында сұрақтар өте көп келеді. Сіздерге тағы да қысқаша мәлімет беріп түсіндіре кетейін деп шештім. Бұл инновационный бизнес жоба дегеніміз, яғни сіздің тұрғылықты жеріңізде жоқ кәсіпті ашу, ол сізде инновационный жоба болып табылады. Және егер де тұрғылықты жеріңізде ондай кәсіп бар, бірақ сіз оны жүргізгіңіз келеді, олай болатын болса, сіз ол кәсіпкерден, яғни ол кісіден, яғни ол сіздің конкурентіңіз болып тұр ғой, ол конкурентіңізден сіздің айырмашылығыңыз өте үлкен болу керек. Яғни ол кісіге мүлде ұқсамау керек. Сіз өзіңіздің ерекшелігіңіз болу керек. Адамды, яғни клиенттерді сіз өзіңізге тарта алатындай бір ерекшелігіңіз болуы шарт. Яғни көп сол кәсіпкерде жоқ нәрсені алу арқылы сіз инновационный бизнес жоба құра аласыз.
Бизнес бастау орталығынан сертификатты қалай аламыз деген сұрақ менде көп туындап, көп келіп жатады. Сол үшін сіздерге оны айта кетсем, жұмыспен қамту орталығына барасыздар. Сол жақта сіздерге арнайы бизнес бастау орталығынан тесттен бұрын арнайы оқу болады, яғни 2 апта оқу өтесіздер. Яғни сол оқуларыңызды оқығаннан кейін сол білімдеріңізді тексеру ретінде тест өтеді. Сол тесттен өтсеңіздер, сіздерге міндетті түрде бизнес бастау орталығынан сертификат берілетін болады. Сол сертификат бұл грантқа әрбір қатысушыдан талап етіліп жатқан құжаттың бірі. Және ол құжатты алғаннан кейін ол құжат сіздерге 3 жылға дейін жұмыс жасап тұратын болады. Яғни 3 жылға дейін жарамды. Алла қаласа, бұл гранттың екінші легі мамыр айының 15-інде ашылатын болады. Оған дейін сіздер өздеріңіздің бизнес жобаларыңызды дайындап, құжаттарыңызды дайындап қоюларыңызға болады. Өйткені бизнес жоспар жазу оңай нәрсе емес. Егер тапсырыс беретін болсаңыз, немесе өздеріңіз жасатын болғанның өзінде де сіздер дайындап қоюларыңызға болады. Егер де легі ашылған уақытты білгілеріңіз келсе, менің парақшама өтіңіздер, мен міндетті түрде жаңа ақпараттарды үнемі салып отырамын. 2 апта уақытымды құртқым келмейді, олай ара бері жүргім келмейді деген жандарға сіздерге арнап мүмкіндік дайындап қойдым. Видеоның астында описанияға сіздерге ссылка дайындап қоямын. Сол ссылка өту арқылы сертификатты алу мүмкіндіктеріңіз бар. Ал видеоны толық қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге пайдалы болсын бұл ақпарат, және тіркеліп, лайк басып, комментар жазып, достарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыздар. Сау да саламатта болыңыздар.